İslam деген сөздің өзінің түбірінде жатыр. Сәлам деген, ассалам деген сөз. Тыныштық діні, бақыт діні, береке діні, иман деген жүрекпенен бекітілген дүние. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисі ғұрпымызға айналған, сүннәті салтымызға айналған дүниелер өте көп. Соны аңғармайды көп жағдайларда. Кез келгенін алайық, қыз ұзату болсын, пайғамбарымыз қызын ұзатқан, оның қазір бәрін тәрк қылып жатырғандар өте көп. Бұны мәңгүрттендіру деп айтады. Не бар бұл мәңгүрттің түбінде? Мәңгүрт деген сөз, мысалы, тілімізден айыру, дәстүрлі дінімізден. Мысалы, салафиттер дейді, вахабиттер дейді, оған қосылып кеткен біздің иттер бар. Яғни санасыз, білімсіз, оқымаған, қараңғы. Бұларды мәңгүрттендіру, яғни өзінің әдет ғұрып салт дәстүрінен айыру оңай. Қазақта бір қарғыс бар, қара жамыл құрды. Сол қарғыс келді. Кімдерге келді? Сол жаңағы ата-анасын әдет ғұрпын сақтамағандарға келді. Қара жамылу бізде жаңағы қайғы түскен үйге келді. Яғни күйеуі өлген, бауыры өлген, жақын өлген адамдар жаңағы қара жамылға. 40-на дейін жылын бергеннен кейін шырағым ағарып жүр деп әжелер, абысындары ақ жауып, оны жаңа қаралықтан шығарған. Міне бұл әдетіміз біздің. Сәләфизм деген дін жоқ, ислам деген дін бар. Біз мысалы сол ислам дініндегі ханафи мазхабын ұстанған халықпыз. Шариғат ағып жатқан бұлақ. Бұдан сусынданасың. Ата дәстүр жағалай біткен құрақ. Бізде не бар? Құрағымызда бар шырағым. Құмда тұрған жоқпыз. Біз сияқты көрген қариялар балаларды дұрыс тәрбиелесе, сіздер сияқтыларды. Ол ешқашан сондай жерге бармайды. Алла Тағала бізге пиғылымызға қарай осындай кең даланы да берді. Пиғылымызға қарай ата-бабаларымыз осы кең даланы бізге тастап кетті. Мирас қылып, ары қарай алып бару, осыны бүлдірмеу, бір ұлт болу, бір дінде болу, бұл біздің мақсатымыз.